Қайырлы күн. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы жүктілік кезіндегі іштің ауру сезімі. Көбінесе жүктіліктің алғашқы айларында, яғни 9-14 аптада және де жүктіліктің соңғы, яғни 3-ші триместрында 30 аптадан асқаннан кейін көп жүкті қыз-келіншектер ішінің төменгі аймағы, яғни бел аймағының, шат аймағының ауру сезіміне шағымданады. Қалыпты жағдайда бұл ауру сезімдері болуы керек па? Иә, себебі біздің ағзамыз жүктілік кезінде жатырымыздың бала өскен сайын жатырының көлемі ұлғайған сайын жатырды ұстап тұрған ұстаушы байламдар да керіліп созылуға душар болады. Осы кезде, яғни олар тартылған себепті ауру сезімін шақыруы керек. Ал жатырды бір орында мызғымастай ұстап тұратын алдыңғы жақтан, артқы жақтан, бел аймағынан және де омыртқамен байланыстырушы түрлі байламдар кездеседі. Сол байламдардың керіліп созылуы сол бел аймағында, іштің төменгі жағы, шап, мықын аймағында ауру сезімін шақыруы керек. Бірақ ескерте кететін жағдай, тек жай ғана ауру сезімі ғана қалыпты болып саналады. Егер тоқтамаса белгілі бір жердің солқылдап ауруы және қанды бөліністердің болуы, жүкті келіншектің жағдайының нашарлауының барлығы ол қалыпты емес. Бұл керісінше жүктілік кезіндегі қауіпті белгілерге жатады. Дереу гинеколог, акушерлердің тексерісіне бару қажет.